Бәріне сәлем, сіздермен бірге Лаура. Бүгін мен сіздерге өте керемет болып шығатын, ең бастысы езілмейтін лағманың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Салқын суға тұзымызды салып, жақсылап екеуін араластыратын боламыз. Одан кейін ұнымыздың үстіне құямыз. Осы кезде ескерте кететін бір жағдай, суды құйғаннан кейін бірден қамыр дайындамаймыз. Осылай астынан жоғары қарай суымыз бен қамырымызды біркелкі етіп, яғни крошка жасап алуымыз керек. Одан кейін уже барлығын жақсылап бір-біріне қосып қамыр илейміз. Біздің қамырымыз осындай кішкене жұмсақтау болады. Оны пакетке салып 30 минутқа қойып қоятын боламыз. 30 минуттан кейін біздің қамырымыз осылай әдемі болып дем алып тұрады. Одан кейін тағы да қамырымызды жақсылап илеп, тағы пакетке салып 30 минутқа тағы да дем алдырып қоятын боламыз. Біздің қамырымыздың июі қанып, осындай жұмсақ әдемі қамыр болады. Оны қолымыздың көмегімен немесе мен секілді осылай оқтаудың көмегімен жақсылап жайып алатын боламыз. Қамырымызды жайып алғаннан кейін осылай пышақтың көмегімен барлығын біркелкі етіп кесіп алатын боламыз. Бізде бірінші этап бұл жерде қамырды сразу созбаймыз. Бұл жерде тек қана домалақ пішімге келтіріп алатын боламыз барлығын. Бізде енді екінші этап жаңағы домалақтап алған қамырымызды осылай майға салатын боламыз. Майға салып, артық майын қолымыздың көмегімен осылай видеодағыдай алып тастайтын боламыз. Одан кейін осылай легенге ұлу тәрізді етіп, қамырымыздың барлығын домалақ етіп осылай жинайтын боламыз. Біздің қамырларымыз дайын. Енді оның бетіне пищевой пленка немесе кәдімгі әшейін пакетті жауып 10 минутқа демалдырып қоятын боламыз. Сонда біздің қамырымыз жақсы созылады. Енді осылай ортасында қамырды алып, жайлап, осылай қолымыздың көмегімен созып бастайтын боламыз. Мен бұл жерде қамырды екінші рет созып жатырмын. Осы уақытта бізде отта тұзды суымыз қайнап тұруы керек. Қамырдың ұшын бір қолымызға ұстап, кезекпен кезек алақандарымызға жинайтын боламыз. Жиналған қамырды үстелдің үстіне бірнеше рет соғып аламыз. Сонда қамырымыз одан сайын созылып, әдемі бола түседі.
Қайнап тұрған тұзды суымызға қамырымызды салып, вилканың көмегімен жабысып тұрған жерлерін ашып жібереміз. Қайнаған суда 1-2 минут қайнаса жеткілікті. Одан кейін осылайынан ыстық судан алып, мен салқын суға салып жуып алатын боламын. Сол кезде біздің қамырымыз езілмейді, әрі бізде пісу процесі тоқтайды. Қамырымызды таза ыдысқа салғаннан кейін үстіне кішкене майымызды құйып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Описание бөліміне 7-8, 10-12 порцияға жететін ингредиенттерді жазып кететін боламын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің рецептіммен жасасаңыздар, өте керемет болып шығады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.